Жас жұбайларға арналған кеңестер. Шынайы өмірдегі махаббат кітап пен кинодағыдай емес, себебі ол тек романтикалық кездесулерден құралмайды. Бақытты отбасы өзара түсіністік пен сыйластыққа негізделген еңбектің жемісі. Бірақ бір мезетте отбасыңыздың ойраны шығуы мүмкін. Сіздердің назарларыңызға жас жұбайларға арналған бірнеше кеңесті ұсынамыз. Бірінші, бірін-бірі өзгертуге ұмтылу. Мінсіз адам болмайды. Бірақ оның әдеттері мен мінез ерекшеліктерін шатастырмаған жөн. Адам бойында не істесең де өзгермейтін нәрселер болады. Екінші, ата-анамен қарым-қатынас. Егер жұбайыңыздың ата-анасымен жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, тіптен жақсы. Алайда келіннің не күйеу баласын өз баласындай жақсы көретін ата-ана сирек. Мұндай жағдайда олармен мүмкіндігінше жылы қарым-қатынаста болуға тырысыңыз. Өйткені қанша дегенмен үлкендерді құрметтеу бәріміздің борышымыз. Үшінші, жұрттың көзінше ұрысып, кінә тағу. Қоғамдық орындарда көпшіліктің көзінше ешқашан ұрысушы болмаңыздар. Бұл сіздердің жеке шаруаларыңыз. Сондықтан екеуара туындаған мәселені екеуіңіз жеке қалғанда ғана шешіңіз. Төртінші, үнсіздік. Ешкім сіздің ойыңызды оқи алмайды. Тіпті сүйетін адамыңызда қандай да бір мәселе бар ма? Бір нәрсе ұнамай ма? Айтыңыз. Жақсы да, жаман да эмоцияны сыртқа шығару психологиялық денсаулық кепілі. Бесінші, қызғаныш. Бірі қызғаныш махаббаттың белгісі десе, екіншісі бұл менмендік және сүйген адамды сыйламау дейді. Не десек те, қызғаныш сезімінен еркек те, әйел де зардап шегеді. Бірінің күдіктен іші күйсе, екіншісі өзіне деген сенімнің жоқтығынан қиналады. Бұны қалай жеңбекпіз? Жай ғана адал болыңыз. Қызғанышты тудыратын жағдайлардан аулақ жүріңіз. Өзіңіз де қызғанбаңыз. Өтірік айту. Өтірік су секілді ең мықты деген үйдің іргетасын шірітіп шайқалтуы мүмкін. Жетінші, махаббатты бағаламау. Махаббатты өзінен өзі беріле салатын нәрсе деп қабылдамаңыз. Ол тағдырдың сыйы. Жаныңыздағы адамға сізге деген сезімдері үшін ризашылық білдіріңіз. Сегізінші, кешіру. Қателеспейтін адам болмайды. Сіздің де қалт ететін сәттеріңіз болады. Сүйген адамыңызды кешіре біліңіз. Ренішті іштей сақтамаңыз, жинамаңыз. Бұл салқын қарым-қатынасты ұналтады, әрі күйзелістен сақтайды. Психологтар өкпе реніштің адам денсаулығына кері әсер ететіндігін әлдеқашан дәлелдеген. Тоғызыншы, салыстыру. Бұрынғы ғашықтарыңызды ұмытыңыз. Олар өткен өміріңізде қалды. Қазір басқа адамды сүйесіз. Оны үнемі бұрынғы ғашықтарыңызбен салыстыра берсеңіз, қарым-қатынастарыңыздың быт-шыты шығуы ғажап емес. Оныншы, жанжал. Өз ренішіңізді жұбайыңыздан жоғары қоймаңыз. Шешілмейтін мәселе жоқ. Бір-біріңізге тіл тигізбеңіз. Түсінісіп, ортақ шешімге келуге әрқашан мүмкіндік бар.